Ассалаумағалейкум ағайын. Сіздер бір затты байқайсыздар ма? Интернетте, барлық жерде, Фейсбукта болсын, Инстаграмда болсын, ТикТокта болсын, біздің көршілеріміз орыстар, қырғыздар, өзбектер болсын, тіпті мынау жатқан Моңғолия болсын, мүмкіндігінше тарихи ортақ факторларда барлығында қазақтардан өзін жоғары қойғысы келіп дейді. Жоғары көрсеткісі келіп талпынып жатады. Анандай факторды әкеп тығады, мына факторды әкеп тығады, ойбай, біз деген қазақтардан жоғары тұрғанбыз деген сияқты. Енді тарихты бір адамдай қопардым мен. Сонда көзім жеткен нәрсе, барлығының айтқысы келіп жүргені қазір тықпалап бүкілінің. Мына орыстар ғой оның негізгі себебі. Бәрінің бізге тықпалағысы келіп жүрген нәрсе, қазақтар ойбай момын болған, қазақтар бейбіт болған, қазақ деген жуас халық деп көрсеткісі келеді да. Бірақ айтайын ба, бізде тарихта мынандай нәрсе бар. Қазақ ешқандай да момын халық болмаған. Қазақтар, шын айтайын ба, маңайдағы халықтың бәрін қан қақсатқан ғой. Қан қақсатып, жерін тартып алған, елін тартып алған, қатынның қызын тартып алған, жерін шауып, елін шауып, малын тартып алған. Міне қазақ деген сондай халық болған кезінде. Олар, сіздер бар ғой, қазір қазақтың аттан түсіп, жуасып, қолына қару алмай, қолына смартфон ұстап, одан әрі кетсе сол таңертең жұмысқа кетіп, кеш жақын үйіне арып шаршап келіп жүрген күнін көріп жүрсіздер ғой. Кезінде қазақтар ондай болмаған. Қазақ деген жарты дүниенің шаңын шығарып, шауып, бүкілін алып, қолы жеткенін алып, қолы жетпесе тартып алып деген сияқты көшіріп тұрған халық болған. Ол сіздер бүгін ертеңгі ары бері өткен бір 100 жылды есептемей ақ қойыңыздар. 100 жыл тұр ғой, мына тұрған ары кеткен 50 жылдың алдында қазақтың қандай болғанын білсеңіздер. Мына қазақтың кеңестік Қазақстан аттан енді түсіп жатқан кезде, қазақтың соңы болып аттан енді түсіп жатқан Оспан батыр болатын. Оспанның өзі қаншама у-шу шығарды. Сондықтан қазақ ешқандай момын халық емес.